Сәлеметсіздер, құрметті студенттер. Бүгін электр жабдығын пайдалану және жөндеу пәнінен сымдарды жалғау атты тақырыпты өтеміз. Бүгінгі тақырыптың негізгі мақсаты сымдардың монтаждау түрлерімен танысу, сымдардың монтаждау технологиясын меңгеру. Сымдарды монтаждау жұмысы негізгі 3 топтан тұрады. Бірінші, жабдықтың түйіспелі шықпаларына қосу үшін сымдардың ұштау. Сымдар мен кабельдерді өзара қосу. Үшіншісі, сымның тармақталуы. Сымдар мен кабельдерді қосуға қойылатын негізгі талаптар. Бірінші, механикалық беріктігі. Екінші, сымдардың қимасы ең жоғары жүктемеге сәйкес болуы тиіс. Үшінші, сенімді және берік байланыс. Төртіншіден, қосылу кедергісі сым кедергісінен аспауы тиіс. Сымдар мен кабельдердің қосу түрлері өзара екіге бөлінеді. Алынбалы және алынбайтын. Алынбалы және алынбайтын өзара бірнеше топшалардан тұрады. Алынбалы: біріншіден бұрау, екінші қысқыштар, үшіншіден бұрандалы немесе қысқыштар. Алынбайтын: бірінші нығыздау, екінші пісіру, үшінші дәнекерлеу. Бұрау арқылы жалғау. Алдыларыңызда көрсетілген суретте қарапайым бұрау түрі. Ұзындығы 3 және 5 мм сымдардан оқшаулаудан босату. Кішкентай егеуішпен немесе зымпара қағазбен тазартамыз. Орамға тығыз орамды бұраймыз. Соңғы орамдарда пассажиртермен қысамыз. Бандажды бұрау. Бандаж француз тілінен алынғанда таңғы және орау дегенді білдіреді. Ұзындығы 3 мм сымдар оқшаулаудан босату. Кішкентай егеуішпен немесе зымпара қағазбен тазартамыз. Жұмсақ тазартылған сыммен көріп отырсыздар ораймыз. Адыларында көрсетілген сурет сымдардың ұштарын шиыршықтап орау түрі болып табылады. Бұрандалы және бұрандалы қысқыштардағы жалғау түрі. Бұранда астындағы клемма қосылыстары. Клемма қысқышы ішіндегі жез гильза. Алынбалы салмалы қақпағы бар клемма тағаны. Серіппелі қысқыштар. Бұл түрлері. Қысқыш қосылыстар. Бугелді қысқыштар. Бугелдің кескіштері бар, қысқыш планкасы бар. Өткізгіште оксидті қабатты кесіп, байланыс алаңын ұлғайтады және байланыс сапасын жақсартады. Қосқыш оқшаулағыш қысқыштар немесе қысқыштар қалпақтар деп атайды. Сымдар оқшаулауды қажет етпейді. Корпус нейлон отқа төзімді ПВХ мен жасалған. Оқшауламаны ұзындығы 10-15 мм шешіп, бір бумаға жинайды және қалпақты сағат тілі бойынша тіреуге дейін орайды. Не көріп отырсыздар, тіреуге дейін орайды. Ішінде анықталған конустық серіппе бар. Сығымдау. Сымдарды қосудың ең сенімді тәсілдерінің бірі. Гильзаны нығыздау кезінде сығып, тоқ өткізгіш желілерді өте қатты қысады. Екі желінің түйісетін беттеріндегі микронерлік екі жақты ілініске кіреді, сенімді түйісуді қамтамасыз етеді. Нығыздау үшін гидравликалық немесе қол жетегі бар нығыздауыштар пайдаланады. Алдыларыңызда көрсетілген бұл нығыздауыштың түрлері. Сымдар түріне байланысты престеу үшін арнайы гильзаларды алу жақсы. ГА алюминий, ГМ мыс және ГАМ алюминий. Бір жақты және екі жақты нығыздау. Термоқондырғыш кембрикадағы сымдарды престеуге арналған қысқыш гильза. Нейлон корпусында оқшауланған жалғағыш гильзалар нығыздау
оқшаулағыш корпустың үстінен жүзеге асырылады. Изолентамен орау қажет емес. Бұндай жағдайда изолентамен орау қажет емес. Осымен бүгінгі тақырып аяқталды. Өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Бұл сіздерге тексеру сұрақтары және платформада сіздерге қосымша үй тапсырмасы беріледі. Үй тапсырманы орындап, менің электрондық почтама жіберулеріңізді сұраймын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.